Ол 16 жасар бала. Анасының тамақ жеген түріне қараған сайын жиіркенеді. Ол оның дөрекі түрін жек көреді. Күңгірт шамдарды да, ескі шымылдықтарды да, тіпті бұрыштарында үйілген қураған бұтақтар мен жапырақтары бар үйінде жек көреді. Анасының киім стилі де ұнамайды. Алуан түстер, күрделі кескіндер, 2-3 жыл ауыспаған шапан. Мұның бәрі анасының өте жабы өмір сүретінін көрсетеді. Анасы әрқашан ұлының оған көңіл бөлетін сөздерін жасырын күтетін. Ол анадан гөрі балаға ұқсайды. Үнемі қиыншылығын айтып, шағымданатын, бірақ бұл ауыртпалық пен әлсіздік баланы қорқытып, үрейлендіретінін білмейді. Әрине өмірдің оңай емес екенін біледі. Бірақ небәрі 16 жастағы бала не істей алсын? Оның жүрегін ең қатты жаралайтыны анасының оны тыңдамайтыны еді. Ол не айтса да өз ісімен айналысатын. Кейде естігенін ұмытып, кейде естісе де естімегендей болатын. Үнемі оның ашуы мен мұңын елемейді. Үнсіздігінің ар жағындағы шарасыздықты елемейтін. Онымен бастығы сияқты араласады. Бірақ үнемі оны сүйемін деп айтады. Расында да ол анасының көп құрбан болғанын біледі. Ол оны жалғыз өзі өсіріп, күнде тамағын жасап беретін. Алайда тамақ пісіргеннен кейін үнемі тамақ жасауды жек көретінін айтып, қайта-қайта шағымданып баласына мойынсұнғыш болып, өзін түсінуді меңзейтін. Мұндай жағдай орын алған сайын, ол анасының оны өзінің жасаған еңбегімен барымталап жатқандай сезінеді. Екеуі бұл туралы дауласып, ашуланып, бір нәрсені сындырғысы келеді. Әрине, әдетте ол ашуын жасырады, бірақ оның жасырған ашуы сарказмға айналады. Екеуінің ара қатынасы күннен күнге нашарлап барады. Бұл екі жаққа да азап екенін бала сезеді. Мектепте ол жаңа мұғалімге ата-аналар жиналысында мен анамды шақыра алмаймын, өйткені анам қазір тірі емес деп өтірік айтты. Расында да оның жүрегінде осы ой жиі болатын. Анам жоқ болсашы. Бейне күнделігінде ол камераға бөтен адамдарға әбден шыдамды екенін, бірақ анасынан жиіркенетінін, бәлкім екеуінің бір-біріне еш қатысы жоқ болса, тату-тәтті болатынын айтты. Кейін өзінің қайтыс болғанын білген анасы сыныбына келген. Toi commence par après ton cours. J'ai tué leur mort pendant la crise. Мектепті шулатып, баласын ұрып, баласын ұятқа қалдырады. Екеуі осы іс үшін тағы дауласады. Жанжалдан кейін бала тағы да бұл қарым-қатынасқа шыдай алмады. Ол енді еш нәрсе істей алмай ашуланғысы келмеді. Сондықтан ол өзгеруді шешті. Демалыс күні ерте тұрып, азық-түлік сатып алып, киім-кешек жуып, таңғы ас әзірлеп, үйді жинады. Бірақ анасының әрекеті оның көңілін қалдырды. Анасы қабағын көтеріп, бұрын не бітірдің дегендей тілін бірнеше рет шертті. Ол жауап бермеді. Тамақтанып болған соң ыдыс жууға кеткенде анасының құрбысы келеді. Кездесе салып құрбысына анау қате дәрі жеп қойған сияқты. Мінезі күрт өзгерді деп әзілдейді. Аздап ашуланғанымен мақсатын әлі ұмытқан жоқ. Бұл күні анасы құрбыларымен уақыт өткізгенде кішкентай қыздай қуанып жүрді. Кешкі астан кейін анасы баласына диск сатып алып беруді ұсынды. Ол дүкенде таңдаумен біраз уақыт өткізді. Ал көліктегі анасы мазасыздана бастады. Кезекте тұрғанда анасы кенет есікті ашып, жұрттың көзінше: Сосын оны жалғыз қалдырып кетіп қалған. Бала суық желде шарасыз үйге қарай жүрді. Біраз жүрген соң қайтып келген анасын көреді. Көлікке отырған соң екеуі тағы дауласа бастады. Екеуі одан сайын ұрсып, анасы шыдамай шапалақпен ұрды. Ақыры бала шыдай алмай көліктен түспек болды. Анасы күліп жіберді. Оның көзінде бұл шиеленісті жеңілдеткен күлкісі шығар. Бірақ ұлының көзінде бұл күлкі жеңіс пен менсінбеушілік, оны қолға үйреткеніне қуанғандай. Бала одан сайын ашуланып көліктен түсті, үйіне қайтпады. Иә, ол үйінен қашып кеткен. Барар жері жоқ. Бала өзін бағалайтын әдебиет мұғалімінің телефон нөмірін тереді. Оның үйінде уақытша қалды. Мұғалімі сыпайы, талғампаз. Ол анасының өзімен мұғаліміндей поэзия мен әдебиет туралы сөйлесіп, оның қиыншылығын түсінгенін аңсайды. Түнде оған анасы қоңырау шалды. Оның мұндай түрімен келісуі мүмкін емес еді. Бала қайтадан үйіне бармады. Мұғалімінің үйінде өмірдің тыныштығын сезінді. Бір күні көптен бері көрмеген әкесі телефон соғып, кездескісі келетінін айтты. Қуанған бала ол жаққа ерте жетіп барса, әкесі оны анасымен кездесуге алдап әкелгенін көреді. Олар оны интернатқа беретіндерін бетпе-бет айтты. Бала анасы оны басқара алмағандықтан оны тастап кетеді деп ешқашан ойламаған. Бірақ ол ашуын басып, анасына оны қалдыруын өтінді. Алайда анасы оны үйреншікті мектептен, достарынан алып кетуге әлдеқашан шешім қабылдаған. Бөлінген күні бала көліктің есігін қатты жауып кетті. Анасы көліктен түсіп, оны қуып жетіп өзімен қоштасуын өтініп жалынышты көздерімен қарады. Tu me crises dans un pensionnat? Tu gâches ma vie puis tu penses qu'on va se faire des babayes? Hey! La dernière minute de mes 17 ans, là, je vais la prendre pour t'appeler. Ça va être la dernière fois qu'on va se parler. Là, tes hosties de graines de toast au bord de la gueule quand tu manges comme une grosse cochonne qui sape et qui sait pas vivre, là. Ton Alzheimer de merde. Tes hosties de vêtements laids plein de couleurs que j'haïs pis qui me donnent envie de vomir, hostie. Tes expressions BS, tes papillons sur les murs, ta culpabilisation, ta manipulation, tu vas t'étouffer avec!
Ол ең қатыгез қарғысын өксікпен айтты. Ал анасы ақырын артына бұрылды. Qu'est-ce que tu ferais si je meurs aujourd'hui? Ол басын жоғары көтеріп анасына қарады. Бұл дауда мен жеңдім дегенде ақырын бұрылып жүре түсті. Бірақ анасының сыбырлап айтқан сөзін естімеген. Шындығында, анасы ұлын шын жүректен жақсы көреді. Бірақ ол әлемде жақсы қарым-қатынаста болмаған және жеткілікті махаббатты қалыптастырмаған. Оның білімі жоқ, ол да баласы сияқты толық емес отбасында өсті. Бірақ өкінішке орай анасының денсаулығы нашар болды. Ол кішкентай кезінде жарты уақытын ауруханада өткізген. Анасының оны мектепке жіберуге шамасы жоқ. Сондықтан ол жұмысқа ерте шығып, өзін сенімсіз адамға сеніп тапсырған. Бала туылған соң екеуі ажырасып кеткен. Баланы 16 жасқа дейін өсіру үшін үлкен қиындықтарды бастан өткерді. Жұмыстан үй шаруасынан қажыған. Сондықтан да болар, ол ана мен бала арасындағы қақтығыстарды шешу үшін жылдам, бірақ өрескел әдісті қолданады. Анасы шын мәнінде басқа жолды білмейтін шығар. Ол баласының мен сені сүйемін дегеніне қалай жауап беруді білмейді. Өйткені оны ешкім сүймеген. Ол баласын қалай мақтауды білмеді. Өйткені оны ешкім мақтамаған. Ол мейіріммен қарауды білмейді. Өйткені оған ешкім мейірімін бермеген. Ол да өзінің қателескенін біледі, бірақ бұзылған қарым-қатынасты қалай қалпына келтіруге болатынын білмейді. Балаларына нан мен сүт беруді ғана біледі. Ол үшін махаббат деген осы. Бірақ баласының өсіп, тамақ пен сусыннан басқа қажеттіліктері көбейген сайын, екеуінің арасындағы алшақтық айқындала түседі. Дүниемен таласып жатқан күндері бала мен оның арасы барған сайын алыстады. Бірақ та әңгімені қайта бастауға оның шамасы келмейтіндей көрінді. Ол достарына жиі өткенге, балаларының жас кезіне немесе өзі туылмай тұрып, әлі жас және әдемі болған кезге оралғысы келетінін, бірақ ол керемет жылдары енді ешқашан келмейтінін айтатын. Бір күні түнде анасы ұйықтап жатқанда баласы оятып жібереді. Интернаттағы баласы түнде үйіне қашып келген, тіпті есірткі қабылдап алған сияқты. Анасы баласының бұндай болып қалғанына жүрегі ауырды. Баласы өз ойын саралап, жалғызсырағанын, ренжігенін, сағынғанын айтты. Бала кезінде онымен болған жақындықты сағынғанын, енді екеуінің неге дұрыс сөйлесе алмайтынын түсінбейтінін айтты. Анасы оның бетінен ақырын сипап кішкентай кезіндегідей әлдилеп ұйықтатты. Келесі күні ол кеше түнде болған оқиғаны айтпай, мейірлене қарап қана отырды. Бірақ сол түні диванда ол анасының оны жеккөрінішті интернатқа жіберетіні туралы хатты көріп қалады. Жұмыстан ерте шыққан анасы ұлына деген сүйіспеншілігін білдіремін деп ұлының сүйікті стейк пен торттарын әдейі үйге әкелген. Өкінішке орай, екеуі тағы дауласып қалды. Екеуі бұрынғыдан да қатты ұрысып, бала абайсызда анасына қол жұмсайды. Анасы одан әрі ашуын баса алмай баланы қуып жіберіп, досыңның үйіне бар деді. Бірақ досының үйі де оны қабылдамады. Ақыры бала барар жер таппай, жол жиегінде түнеуді ұйғарды. Сондай-ақ, сол түні қасынан өтіп бара жатқан сыныптастары оны соққыға жыққан. Таяқ жегеннен кейін бала үйіне бармаған, алған жарақатын анасына көрсетпеген. Ол мектепке қайта оралып, заттарын жинап, тағы да мектептен қашып кетті. Ал анасы бұл туралы білмейді. Директор баласының сабақтан қашып кеткенін айтып, телефон соққанда ғана ол ұлына бірдеңе болып қалғанын түсінді. Директор баласының бала кездегі патшалыққа барамын деп жазып, хат қалдырғанын айтты. Ал екінші жағынан сабақтан қашып жүрген балаға досы, ол тек өз қиыншылығын көргенін, анасының қиындығын ешқашан көрмегенін тіке айтты. Ол анасы мінсіз болуы керек және оның махаббаты өкінішсіз болуы керек деп санайды. Бірақ әлемде мінсіз адамдар қайда? Олардың дүбірлі эмоциялары сапар барысында басылды. Анасы да ұлының хатында айтылған патшалықты іздеп келді. Ол жаңадан ажырасқан кезде ұлы екеуі тұрған көл жағасындағы үй болатын. Екеуі осы жерде тағы кездесіп бір-біріне үнсіз қарады. Анасы баласының иығынан құшақтап күннің батуын бірге тамашалады. Бірде талғампаз мұғалімі балаға айтқан. Ол оның армандаған анасы емес, бірақ балада анасы күткен бала емес. Бала анасының нәзіктігін, талпыныстарын ол кезде де түсінбеді. Қазір де толық түсінбеуі мүмкін. 16 жасында ол әлемнің зиянды әсерлеріне қарсы тұру, жауапкершілігін әлі көтере алмайтын шығар. Бірақ бәлкім, уақыт оны кемелденуге үйретіп, бір күні тәуелсіз тұлға болып өскенде, ол анасының бұдан былай мінсіз болуын күтпейтінін түсініп, сол арқылы оның сұлулығы мен махаббатын көреді.